Ал енді біз бетіне қоятын начинкасын жасайық. Ол үшін бізге вареная сгущенка керек, және де грецкий орехты алып отырмын. Грецкий орехтің орнына біз жай орехті де алуымызға болады. Грецкий орехті алып отырған себебім ол миға пайдалы, және айтады ғой, пайдалыны ұнтатымен бірге қосты ғой. Солай болсын дедім. Міне бір вареная сгущенканы бір 50-60 грамм грецкий орехпен бірге қосып араластырамыз. Ал шоколадты біз сосын ерітіп, үстіне осымен пісіріп аламыз да, пісқан соң үстіне істеп алатын боламыз шоколадпен. Бұның яғни сникерс болған себебі, оның іші сникерс, ал сырты сникерс шоколад болады. Сол үшін шоколадты үстінен